Қайырлы күн барлықтарыңызға. 3 жастағы бала нені білу қажет, және де қандай жағдайда ата-аналар дабыл қағып маман іздеу керек? Видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық ақпарат осы видеода. Ең бірінші тілдік қарым-қатынасынан тоқталатын болсақ, бірінші атын сұрағанда өзінің атын айта алу қажет, жынысын айта алу қажет, жасын айта алу қажет, базалық түстерді меңгеру қажет. Қызыл, жасыл, сары, көк деген ол бізде базалық түстерге жатады. Осы базалық түстерді атын айтау керек. Және де 2-3 нұсқаудан тұратын нұсқауларды орындау қажет. Ол қандай нұсқаулар? Мысалға, біз баланың 1 жасынан бастап барып пультті алып кел, барып машинаны ал деген нұсқауларды алып үйретеміз ғой. Ал 3 жаста бала уже 3 нұсқауды орындау керек. Бөлмеге кіріп, телевизордың үстінен пультті алып, телевизордың жанынан пультті алып, маған әкел, міне 3 нұсқау көрсетіп тұрмыз. Немесе бөлмеге барып, шкафтан қызыл футболкаңды алып ки, міне 3 нұсқау. Осыны бала білу қажет. Және астында, жанында, үстінде деген ұғымдармен таныс болу керек. Сіз айтқан кезде оны бала біліп тұру керек. Тағы айтатын жағдай, 3 буынды, 4 буынды сөздерді бала уже айта алу керек. Машиналар, немесе бауырсақ, 3 буынды сөздер. Осындай сөздерді бала айта алу қажет. Хотя жаңағы р дыбысы, ш дыбысын айтпаса да, ең болмағанда р дыбысы, л дыбысын айтпаса да, осы сөздерді айта алу керек. Ал р, л дыбыстары бізде 5 жасқа дейін болмауы ол норма болып саналады. Ал ш, с дыбыстары 3 жасқа дейін болмауы ол норма. Ал енді 3 жастағы баланың танымдық деңгейі қандай болу қажет? Жалпы ойлауы қандай болу қажет? 3-4 бөліктен тұратын пазлдарды құрастыра алу керек бала. Және де кітап берсеңіз, ол кітаптың бетін біртіндеп парақтай алу қажет. Базалық 4 түсті білу керек. Яғни бізде базалық 4 түс бар ғой, 3 жастан 2,5 жастан бастап білетін. Және де қарындаш берген кезде фломастермен, карандашпен уже дөңгелектің суретін сала алу қажет. Бұл танымдық деңгейі. Ал оның моторлық деңгейі қандай? Ұсақ, ірі моторикасы қандай болу керек? Ол шапшаң жүгіре алу керек, жеңіл жүгіре алу керек, секіре алу керек, лестницадан өзі түсе алу қажет. Және де тағы бір айта кететін жағдай, өзі киініп, өзі шешіне алу қажет бала 3 жаста. Ал енді қандай жағдайда 3 жастағы баланың ата-анасы дабыл қағу қажет? Бірінші, қарапайым ойыншықтармен ойнамаса. Екінші, жиі құлай беретін болса. Үшінші, жаңағы аузына постоянно сілекейі ағып, аузын ашып жүретін болған жағдайда. Және де 4-ші, сөйлем құрап сөйлемесе. Уже 3 жаста бала сөйлем құрап сөйлеу керек. 5-ші, сөздері анық болмаған жағдайда. Және де осы белгілерді ата-ана байқаған жағдайда міндетті түрде дабыл қағу қажет. Өйткені бала 3 жаста осы нәрселерді білу қажет. Осы видеода мен 3 жастағы баланың жалпы даму деңгейін айтып өттім. Егер де сіздің балаңыздың бойында осындай бір өзіңізге күмән тудырып жүрген нәрселер болса, күмән тудырып жүрген іс-әрекеттер болса, онда тез арада маманға баруыңыз қажет. Және де үйде міндетті түрде үй жағдайында ана немесе әке баласымен бірге дамытушы ойындарды ойнау қажет. Өйткені қазір бұның әкесі 3-ке дейін сөйлемеген, немесе шешесі 3-ке дейін сөйлемеген деп отыра беретін заман емес. Бұрынғы заманда біз өз-өзімізді дамытқанбыз, жүгіргенбіз, секіргенбіз, өз-өзімізді дамытып сөйлегенбіз. Ал қазіргі заманның балалары тек телефонда, үйден де шықпайды, қаланың балалары еще жүгірмейді, секірмейді. Яғни содан бала дамымайды. Сол үшін әрбір ата-ана өзінің баласына үлкен жауапкершілікпен қарап өтсе деймін. Менің видеом пайдалы болса, маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.